Ақтау қаласында жоңғар шапқыншылығына қарсы соғыста ерен ерлік көрсеткен адайларды және басқа да ру өкілдерін бастап келіп, Маңғыстауға ту тіккен халық батыры Шотан Назарұлының ескерткіші ашылар тұста Шотан батыр дегенді танымаймыз. Оны тек Маңғыстау біледі. Біз тек танымал Қабанбай, Бөгенбай, Қарасай, Баян, Исатай, Махамбет және тағы басқа батырларды білеміз деген пікірлер айтылуда. Дұрыс, білмейді. Себебі тек Шотан ғана емес, Маңғыстау өңірінің тарихи тұлғалары мектеп оқулықтарына енбеген. Жоғары білім, ғылым көкжиегінде де жан-жақты айтылмайды, насихатталмайды. Бір жылдары мектеп оқулығынан Иса Досан көтерілісі туралы көлемі кірсабының үлкендігіндей қос батырды жеңіліп, діңкесі құрып, соңында елі көтен төлеу салық төлеп, зорға құтылған мүсәпір сықпыт етіп, бір сөйлеммен аяқталған мәтінді байқағанмын. Оқулыққа енбесе, айтылмаса, насихатталмаса, Маңғыстауда жүріп сонау орталық, шығыс, солтүстіктегі батырларды біз де білмес едік. Қош, сондай батыр бар ма дер едік бізде? Маңғыстау тарихы, мәдениеті, табиғаты, батыр билері, әнші жыршылары, салт дәстүрі туралы оқулықтарға толық енгізілуі керек. Шотан, Шоғы, Сүйінғара, Құлбарақ, Төлеп, Қонай, Балуанияз, Қармыс, Шабай, Лабақ батырлар, екінші дүниежүзілік соғыста даңқы аспандаған Кеңес одағының батырлары Жұмағали Қалдығараев, Мәди Бегенов осы атаққа ұсынылып, бірақ әртүрлі себептермен қол жеткізе алмаған Исатай Сүйеубаев, ұшқыш Біләл Қалиев, сондай-ақ теңізші, офицер Қалмағанбет Қалақауов, өнерде жеті қайқы мен бес жүйрік, спортта қазақ боксының атасы атанған Шоқыр Бөлтекұлы, Ақмышта туып, Ақышта жүлде алған Әмин Тұяқов жастарға үлгі болатын тұлғалар. Кейбір оқулықтарда бұлардың бір жар туралы шет-шепірлеп мәлімет берілген. Тереңірек берсе де, бұл арыстардың қай-қайсысы да бізді ұялтпайды. Бұл әсіре рушылдық емес, керісінше тарихи әділеттілікті аңсау, аталар рухын қастерлеу, тек Маңғыстауға ғана емес, ұлтқа, ортақ отанға еңбек сіңген ерлерді дүйім қазақтың тануына жол ашу мақсатындағы ой. Гүлай Дәуітбай апамның Facebook парақшасынан алынды.